күн. Биыл қаламыздың 4 мәдени нысаны өздерінің мерейтойларын атап өтеді. Менің әжемнің ашылымдары атты экспозиция олардың тағдырлары туралы баяндайды. Сонау 50-ші жылдары Кеңес одағының түпкір-түпкірінен 10 мыңдаған жастар Қазақстан магниткасымен жас қаланы тұрғызуға келгенде, жастардың бос уақыттарын көңілді өткізу үшін мәдениет орталықтарын құруға көп көңіл бөле бастады. Міне, сол кезден бастап мәдениет нысандары өз есіктерін айқара аша бастады. Ең біріншісі болып 1956 жылы металлургтердің мәдениет сарайы ашылды. Бірінші директоры болып қалалық мәдениет бөлімінің меңгерушісі Ұлы Отан соғысының ардагері Василий Яковлевич Душеба болды. Темиртауский рабочий қалалық газетінде мақала жарияланды. Мәдениет сарайында 14 үйірме құрылды, оған 240 адам қатысты. Олардың ішіндегі ең көбі халық аспаптар оркестрі. Келесі 1957 жылы 19 мамырда Мәдениет сарайы тұтас кешенді іс-шарадан тұратын Қазақ металлургиялық зауытының жастар фестивалін ұйымдастырып өткізді. Мәдениет сарайы жанындағы қаладағы алғашқы хореографиялық ансамбльдің көркемдік жетекшісі Турышева Маргарита Евгеньевна болды. 22 жасында Свердлов балет мектебінің түлегі қамауға алынған. Сот үкімі бойынша 2 жыл түрмеде жазасын өтеді. Содан кейін Магаданға жіберілді. Онда театрда жұмыс істеді. 1954 жылы Теміртауға келді. 1958 жылы ол құрған ансамбль облыстық фестивальде жүлделі орынға ие болды. Ансамбль құрамында металлургтер мен құрылысшылар болды. Олар жұмыстан кейін дайындыққа келді. Металлургтер сарайында жұмыс істегенде тек би билеп қана қоймай, концерттік костюмдер де тікті. Мәдениет сарайы жанында современник көркем өнерпаздар театры құрылды. 1959 жылдың күзінде Мәскеулік современник студиясы гастрольдік сапармен келді. Театр ұжымы құрамында өте танымал актерлер жұмыс істеді. Олег Табаков, Олег Ефремов және тағы басқалары. Мәскеу театрының ұжымы жас әуесқой әртістермен дос болды. Осы достықты еске алу үшін театрды современник деп атауға шешім қабылданды. Театр қазірде жұмыс істейді. 1973 жылы қаланың орталық бөлігінде металлургтердің жаңа мәдениет сарайының ашылуына байланысты бұрынғы сарай ғимаратында музыкалық комедия театры орналасты. Мұндай театрлар КСРО-да Теміртауға қарағанда ірі қалаларда ғана ашылғанын көп адамдар біле бермейді. Бірақ металлургия зауыты мен қала басшыларының өтініші бойынша қаламызда музыкалық комедия театры ашылды. Театрдың бірінші маусымы Дунаевскийдің Еркін жел опереттасымен басталды. 7 жылдан кейін театр Қарағандыға көшті. Қазір ол Қарағанды академиялық музыкалық комедия театры. 1980 жылы бұрынғы оперетта театрының сахнасында Кеңес одағындағы жалғыз неміс драма театры қойылымының премьерасы өтті. Ұжымның алғашқы шығармашылық жұмысы Геймгеннің алғашқылар пьесасымен жазылған қойылымы болды. 1990 жылы неміс драма театры Алматы қаласына көшірілді. 1990 жылы сарай ғимараты балалар мен жас өспірімдерге арналған қалалық театрға берілді. Ол Ольга Петрушевскаяның бос сөз шабаданы пьесасымен жазылған қойылыммен ашылды. 2000 жылы сарай ғимараты сәулет ескерткіші ретінде танылып, мемлекеттің қорғауына алынды. 1956 жылы өз жұмысын бастаған тағы бір мәдени нысан Восток кинотеатры болды. Бұл қаладағы алғашқы мамандандырылған кинотеатр еді. Жаңа кинотеатр заманауи жабдықтармен таң қалдырды. Экранды жай парақ деп атауға келмейді. Ол арнайы материалдан жасалған, өлшемі стандарт. Кәсіби жарықтандыруы бар, көзге шағылыспайды. Бір сеанста 200 адам әдемі жайлы орындықтарға отырып тамашалай алады. Бірінші директоры болып Цой Фир Сен тағайындалды. Ол кинофикация еңбегінің ардагері. Кинотеатр мектептермен, қоғам бірлестіктермен бірлесіп, балалар мен жас өспірімдер арасында мәдени бұқаралық жұмыстар жүргізді. 90 жылдардың басында Восток кинотеатры жеке меншікке өтті. 2010 жылы қайта құрудан кейін бұрынғы кинотеатр ғимаратында неке сарайы орналасты. 5 жылдан кейін қаламызда тағы да бір мәдени нысан ашылды. Бұл 1961 жылы пайдалануға берілген энергетиктер мәдениет сарайы. Ал оның салтанатты ашылуы тек 1962 жылдың 3 ақпанында өтті.
Жоба 1950 жылы қабылданды, бірақ құрылыс 11 жылға созылды. Бірінші директоры Бәкеев Мансұр Шәкірұлы болды. Сарай ғимаратында 501 орынға арналған көрермен залы, кітапхана, оқу және дәріс залдары орналасқан. Сарайда 17 үйірме мен көркемөнерпаздар ұжымдары, киноклубтар, спорт секциясы, жас отбасы клубы жұмыс істеді. Кәсіби мерекелер мен некені тіркеу өткізілді. 90 жылдардың басында энергетиктер мәдениет сарайы жеке меншікке өтіп, қаңырап бос қалды. 2011 жылы сарай ғимаратын қалпына келтіру басталды, бірақ аяқталмады. 1961 жылы Металлургтер қаласында 808 орынға арналған қаланың үлкен форматты Комсомолец кинотеатры ашылды, ал экранның ені 16 метр болды. Теміртаудағы үлкен форматты кинотеатр Кеңес одағындағы алғашқы кинотеатрлардың бірі еді. Осыдан бірнеше ай бұрын дәл осындай кинотеатр Мәскеуге ашылды. Ақиқатына келсек, Комсомолецте кең экранды және стереоскопиялық сеанстар тек 1967 жылы көрсетіле бастады. Кинотеатрдың іргетасын қалау 1960 жылдың көктемінде басталды, ал бір жылдан кейін 1961 жылдың 25 тамызында кинотеатр пайдалануға берілді. Комсомолец кинотеатрының алғашқы директоры Цой Ферсен болды. Ол ұзақ уақыт бойы қаланың кинофикациясын басқарды. Құрылысшылар клубында киномеханик және Восток кинотеатрының директоры болып жұмыс істеді. Федор Кириллович Комсомолец кинотеатрын 20 жыл 1981 жылға дейін басқарды. Кинотеатр танымал болды. Киносеанстар таңертеңгі 10-нан кешкі 9-ға дейін әр 2 сағат сайын өткізілді. Балалар билетінің құны 10 тиын, ересек адамға 25-30 тиын болды. Комсомолецте көрсетілген алғашқы фильмдердің бірі Қаңғыбас үнді драмасы болды. Басты рөлде Радж Капур. Айтпақшы, қала тұрғындарының көптеген өтініштері бойынша тағы бір үнді драмасы Танцор диско мен Малиновкадағы той кеңестік музыкалық комедиясы 2 рет көрсетілді. 2002 жылы Комсомолец кинотеатры жеке меншікке өтті. Қайта құрудан кейін кинотеатрда 150 орындық кинозал жұмыс істей бастады. Ыңғайлы заманауи креслолар орнатылды, экран ауыстырылды. Strong кинопроекторы Dolby Digital жүйесінің дыбысымен сүйемелденген кинобейнені айтарлықтай жақсартты. Бүгінде кинопрокаттың барлық жаңалықтарын теміртаулықтар Комсомолец кинотеатрында тамашалайды. Бұл нысандардың әрқайсының өз тағдыры бар. Кейбіреулер қала тұрғындарын кинопрокаттың жаңа қойылымдарымен және жаңалықтарымен қуантуды жалғастырса, ал басқалары салтанатты түрде ғашықтардың жүрегін біріктіреді. Тозығы жеткен ғимараттарда кездеседі. Ал нысандардың тарихымен танысқыларыңыз келсе, Теміртау музейіне келіп, менің әжемнің ашылымдары атты экспозициясын көрулеріңізге болады.